12 адамға қатысты қозғалған қылмыстық істе құпия жасауына меніңше ешқандай негіз жоқ. Заңдық негіз жоқ. Құпиялау үшін ол қандай да бір мемлекеттік маңызды немесе мемлекеттік құпия болса, елдің қорғанысына қатысты немесе мемлекетаралық қарым-қатынастардағы көпке айтыла бермейтін мәселелер туралы іс болса, мемлекеттік төңкеріс жасау әрекеттері болса, экстремистік террористік, не болмаса жаңағы сол саланың қызметкерлері, погон таққандардың сатқындық әрекеттері болса, мемлекеттік құпияны ашуға болмайтын, құпия органдардың жұмысына қатысты деректерді бүркемелеу үшін ондайды жабық түрде құпиялап өткізуге болады, заңда солай. Ал енді мына қарапайым адамдардың, негізінен алғанда зейнеткер азаматтар, патриот азаматтар, атом электр станциясын салуға қарсы наразы болып жүрген, Қытайға немесе басқа шетелдерге жер беруге қарсы болып жүрген, тілді оңдауды, жемқорлықты жоюды, елде дұрыс ахуал қалыптастыруды, демократияландыруды талап етіп, сол үшін сөздерін айтып айғайлап жүрген адамдардың не құпиясы бар? Олар айтатын сөзінің бәрін жұртқа, блогерлерге болсын, журналистерге болсын, не болмаса кез келген бір басқосуларда болсын ашық айтып жүрген адамдар. Мен бұлардың бәрін білемін. Олардың ешқандай да бір қылмыс жасауға оқталу ниеті жоқ. Оқталу деген ол жаңағы бір қылмыс жасамақ болып, оны басқа ниет, сондай ниетпен дейді. Ондай ниеттері жоқ, бұзақ ниеті жоқ адамдар. Ашумен қатқыл сөз айтуы мүмкін, лағнеттеп тастауы да мүмкін, келіспеушілігін дәлелдеуі де мүмкін, айтысу, тартысу мүмкін. Бірақ бұл азаматтар пиғылында, ойында билікті төңкеріп тастайық деген ниет мүлдем жоқ. Мынау ішінде бір дәнекерлеуші бар, сварщик. Оны не үшін қосып отыр? Бұл тергеудің тапқан тәсілі болу керек. Анау Ақорданы басып алмақ болды деген сыңайдағы айтып жатқан көрінеді. Ақорданы басып алу үшін не істеу керек? Ақорданың сыртын темірмен қоршап тастады. Осы жақындағыны қыруар қаржы жұмсап. Сварщик сонда Ақорданы басып алатын адамдарға жол ашу үшін сваркамен кесіп темірлерді қоршауды алып тастау үшін пайдаланбақ болды деп сол үшін қосып отыр. Әрі күлесің, әрі күйінесің. Сварщик енді өткендегі біраз адамдар соттады ғой, қаңтаршыларды. Ақорданы басып алмақ болды, трактормен танк жасамақ болды, пластик трубаменен гранатомет жасамақ болды деген сияқты ақылға кірмейтін. Тіпті сол істің өзін құпиялаған жоқ қой. Ол мынадан да өткен. Бұл адамдар ниет білдіріп, оқталған екен. Ал енді ол адамдарды айыптаған кезде не деді? Бұлар қару жасап дайындалды деді. Соны құпиялаған жоқ қой, мұнда тұрған не құпиясы бар? Олардың құпиялауының бірақ себебі, қолдан жасалып отырған жасанды іс, сол әшкере болады. Сондықтан сот процесінде жабық өткізу керек, ешкім білмеу керек. Оның құпияланған сөзін басқа жұрт ойлау керек. Шынында да бұлар аса бір қатерлі, қауіпті қылмысқа дайындалған екен. Сондықтан да оны ашпай отырды. Бұл жерде екінші құпиялауының бір себебі мынада болуы мүмкін. Бұл мен жеке өзімнің ойым, көзқарасым. Жаңа адамдарды бірнеше ай бойы, 5-6 ай мүмкін 1 жыл бойы ма, әрбір белсенді азаматтар бақылауда. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бақылауында. Экстремизм, терроризмге қарсы күрес жөніндегі соны қадағалайтындардың бақылауында болуы мүмкін. Соттан санкциялы прокурордың келісімін алды ма, олардың үйіне, жұмыс орнына, жүрген жеріне, бәріне тыңдау, жазу, дыбыс жазу, бейне түсіру құралдарын қою мүмкін. Соны кім қояды? Агент қояды. Соларға жұмыс істейді. Соларды белгілі болып қалмасын, әскери болып қалмасын деп құпиялап отыруы да мүмкін. Бұрынғы процестерді алып қарайық. Мына Бағилалардың ішінде жаңа айтып кеткен танкімен, тракторден танк жасап Ақорданы басып алады деген сандырақ айыптаудағы.
Олардың арасына жансыздарын кіргізді, сатқындарды кіргізді, өтірік белсенді болды. Олар белгілі болып қалды. Оны қылмыстық жауапкершілікке тартқызған жоқ анау қыз баланы, Сәния дейді. Сақо. Оны соттаған жоқ. Бел ортасында жүрген, ұйымдастырып жүрген адам. Ол соларға, сол органға қызмет жасады. Ал Алмат Жұмағұлов пен Кенжебек Әбішевтің ісіндеді. Онда да сондай сатқын жүрді. Соларға қызмет жасаған. Ол істі де құпиялаған жоқ. Екеуінде әскери болды ғой. Агенттері, тыңшылары, жаңағы өтірік белсенді болып жүрген сатқындар. Мүмкін бұл жерде сондайларын жасыру үшін қайта-қайта әскери бола береді. Мынау қолдан жасалған іс екендігі ашылып қалады. Соны білдірмеу үшін құпиялау керек деген шығар. Басқа құпиялайтын ешқандай негізі жоқ. Заңдық негізі жоқ. Тергеуші де, прокурор да, тіпті анау сот та осыған санкция береді. Тергеу соты. Ол да заңға сүйену керек. Бұл жерде мен ешқандай заңдық дәлелдің, негіздің бар екенін көріп тұрған жоқ. Бұны екінші тағы да бір айта кететін нәрсе, Абдулла Мырзаходжаев деген сараптамашы. Бүткіл жалған істің сараптама қорытындысын соған беріп отыр. Қазірдің өзінде соның саусақпен санайтын болса, екі қолдың саусақ жетпей қалуын. Думанға да солар да пайдаланды. Алдында бір пресс-конференция өтті, желтоқсанда. Оларға да соны жасаған. Сонда олар кімнің қызметіне сүйеніп отыр? Ол да тек қана жаңағыдай тергеудің ғана айтқан тапсырмасын орындайтын, мүлтіксіз орындайтын, ақты қара дейтін, қызылды жасыл дейтін, қалай деп көрсетсе, солай көрсететін сараптамашыға беріп отыр. Демек, бұл істің ешқандай құпиясы жоқ. Бұл жалған, жала әрекет. Тапсырыс бойынша жасалып отыр. Мынау мемлекеттің өзі, ол тергеуші болсын, прокурор болсын, соттар болсын, олар мемлекеттік қызметкерлер, мемлекеттік органның өкілдері, мемлекеттік биліктің қызметшілері, солар осындай қылмысқа барып отырған жағдайда біздің мемлекетіміздің өзі қылмыскер, мемлекетке қылмыскер билікке айналып кетті деп айтуға мәжбүр боламыз. Кезінде Алтынбек дәл осыны дәлелдеп, осыны сақтандырып, ескертіп айтқан еді. Біз өкінішке орай сондай мемлекет болып отырмыз.